Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Марат ва Индира. Бүгін ащы творогтан өте дәмді домашний сыр дайындайтын боламыз. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар өте қарапайым, грамдарын описание бөлімінде жазатын боламын. Бұл жерде менде творог, яғни бұл кішкене тұрып қалған, кішкене ащылығы да бар, сондықтан сыр жасап жатырмын. Және ең бірінші ыстық су, шамамен творогыңыз қанша грамм болады, сонша грамм ыстық су қажет болады. Менде 800 грамм творог және 800 грамм миллилитр көлемде, яғни ыстық су. Қайнап тұрған суымыздың үстіне творогымызды саламыз және де оттың астын орташа етіп қойып, жақсылап үздіксіз араластырып тұрамыз. Шамамен 4-5 минут арасында араластырсаңыздар, осылай масса болып шығады, яғни өздері бірігіп, көк суы бөлініп шығатын болады. Мұнда видеода қарап көріп тұрғандарыңыздай өзі бір созылыңқы болып жасалып жатыр сырымыз. Осы дайын массамызды сүзгіштен өткізіп аламыз. Көк суын бөлек, осы массамызды, яғни сырымызды бөлек алатын боламыз. Және мінекей ыдысыма салып алдым. Осы көк су болып бөлінген суды төгуге асықпаңыздар, бұдан өте дәмді құймақ жасауға болады. Оны описание бөлімінде ссылкасын тастап кетемін, рецептері бар. Оны тоқтай суытып жасай берсеңіздер болады. Мінекей енді ыстық суды құйдым, яғни осылай жаңағы сырымызды, яғни осындай водяной баняға құюымыз қажет болады. Оның үстінен сары майымызды саламыз, жұмыртқамызды саламыз бір дана, және де шымшым, яғни қасықтың ұшымен ғана ас содасы және тұз салатын боламыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Бұл процесс шамамен 10-15 минут уақытта алуы мүмкін. Яғни жұмыртқамыз, сары майымыз толықтай еріп, бір-бірімен араласып кетуі қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай масса бір-бірімен араласып кетуі қажет болады. Оларды үздіксіз араластырып тұрамыз. Мінекей, енді бір-бірімен араласып, массамыз дайын болды. Оның үстінен ас көкті салсаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңыз. Ас көк салмай-ақ қарапайым сырды жасасаңыздар да болады. Мен осы дәммен жасағанды ұнатып тұрмын қазір. Оларды жақсылап араластырамыз және де осы массамызды алатын боламыз водяной банядан. Яғни осылай енді қасығымызбен жақсылап араластырамыз бір-біріне бірігіп, әдемі біркелкі болуы қажет. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болып дайын болуы қажет. Енді оған ыдысымызды дайындаймыз, яғни бұл жерде беті жабылатын ыдысыңызды дайындайсыздар және де кішкене сұйық май себесіздер бірігіп қалмау үшін. Және де осы дайын массамызды барлығын салатын боламыз. Кішкене бір-бірімен жабысып, созылыңқы болып тұрады. Одан қорықпай, осылай біркелкі өз қалаған формаңызға салсаңыздар болады. Енді оның бетін жабып, толықтай бөлме температурасына дейін суытамыз. Онан соң ғана тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қойсаңыздар, сырыңыз дайын болады. Мен келесі күні осылай кесіп көрсетіп жатырмын. Толықтай дайын болып тұр сырым. Мінекей, масса күшті болып тұр. Грамда бөлшегенде де сол творог қанша грамм болды, сонша грамм осы сырымыз дайын болып шықты. Яғни 800 граммға жетіп қалатындай сыр шықты. Осы секілді өте керемет рецептерді менің каналымнан көре аласыздар. Қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып, сіздерге кері байланыс беруге дайынмын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Марат ва Индира.
Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте әдемі ажурный блиннің рецептімен бөлісеміз. Ол үшін бізге ұн, сыворотка, яғни көксу, жұмыртқа, сұйық май, шекер және ас содасы қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне осылай шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Толықтай шекері еру қажет. Онан соң көксуымызды құямыз. Бөліп қоямыз. Көксу және ұн араластыра отырып, біркелкі массаға келгенше бөліп салып отырамыз. Неге екінші рет құйып жатырмын мен. Екінші рет ұнды салып жатырмын. Осылай бөлікке құйып, бөлікпен салыңыздар. Енді үшінші рет 3 бөлікке құйдым барлығын массаны. Енді ұнымызды салып жатырмыз. Бұл керекті заттардың барлық грамдарын астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Және де жарты шай қасық содамызды, және де 3-4 қасық ас қасық көлеміндегі сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Неге араластырған соң бір 5 минутқа қоямыз. Онан соң сковородкамыз, менде қарапайым сковородка, оны майлап аламын. Майлап болған соң үстінен жаңағы массамызды араластырып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған таба болу қажет. Онан соң осылай піскен кезінде екінші бетіне ауыстырып аламыз. Және де осы блинеларымыз қатып қалмау үшін үстін майлықпен жаба тұрыңыздар пісіру барысында. Және де жан-жағын осылай сары маймен айналдырып шықсаңыздар, өте жұмсақ, әдемі болып піседі. Қатып қалмайды. Неге менде осы рецептен 30-40 шамасындағы, яғни 40 штукқа шамалас осындай блине шықты. Ас болсын. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін кекстің рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен сіздер сатсаңыздар да, той жиындарда болсын дайындасаңыздар да өте керемет, күшті болып шығады. Сондықтан видеоны толықтай қараңыздар. Маған лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Іштерім неге толықтай осылай пісіп шығады. Бізге қажетті заттар: ұн, сұйық май, қант, айран, жұмыртқа, су және қамыр қопсытқыш қажет болады. Грамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ең алдымен осылай ұнымызды аламыз, електен өткізілген ұн, және де оның үстінен қамыр қопсытқышты салатын боламыз. Олар екеуін жақсылап араластырып, бір реакция түзілуін күтетін боламыз. Онан соң біз 3 жұмыртқаның үстіне қантымызды саламыз, сұйық майымызды құятын боламыз. Және де бөлме температурасында тұрған қолдың айраны, бұл жерде домашний айранды қосатын боламыз. Және де бөлме температурасындағы суымызды қосамыз. Осы заттарымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Шекеріміз еруі қажет, барлық масса біркелкі формаға келуі қажет болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болып түзілуі қажет. Қантымыз еріп, осындай болу керек. Онан соң үстінен ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, біртіндеп салатын боламыз. Тағы да оларды миксерлеп аламыз. Неге енді қалған бөлігінде салатын боламын. Тағы да оларды жақсылап араластырып аламыз. Мінекей массамыз дайын.
толықтай барлығы араласып біркелкі болып дайын тұр. Енді оларды формаға құя берсек болады. Яғни мен бірінші оны кондитерлік мешокқа салып аламын. Яғни ол өз қалауыңыз, бірақ қасықпен құйсаңыздар да болады, бірақ осылай кондитерлік қапқа салсаңыздар өте ыңғайлы болып шығады. Осылай қабымызға саламыз және басын кесіп алатын боламыз. Мінекей, енді кексқа арналған арнайы осындай формалар сатылады. Осындай бір реттік қолданылатын түрін алсаңыздар өте ыңғайлы. Осылай оларды енді осы қабымызды кесемізде сұйықтығымызды құйып шығатын боламыз. Қатты толтырмаңыздар, шамамен жартысынан кішкене көбірек болып тұрса, өте жақсы болып көтерілетін болады. Мінекей, осылай барлығына өте оңай құйып алсаңыздар болады. Осы кезеңде духовкамыз қызып тұру қажет, яғни мен 200 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп алдым. Бірінші формамыз, яғни осылай пісіп шыққаны дайын болып. Бұл рецептпен сіздерде 35-36 данаға шамалас кекстар піседі. Осылай жасап, барлығын пісіріп алсаңыздар өте күшті болып шығады. Мен бірден жасап, және де оны көп мөлшерде жасап, осылай дайындап қоятын боламын. Толықтай суыған соң салфанға салып, сақтап қоя берсеңіздер де болады. Мінекей, іштері күшті болып көтеріліп, пісіп шықты. Өз қалауларыңыз бойынша басқа да заттарды салуларыңызға болады. Шоколад болсын, изюм болсын, әртүрлі етіп сала берсеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Марат ва Индира. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео рецепттерді күтесіздер, жазып кетіңіз. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, бір жасағаннан шығатын пончиктің рецепттерімен бөлісетін боламын. Іштері толықтай піседі, өте дәмді болып шығады. Осы видео рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар ұн, сүт, сары май, жұмыртқа, дрожжи, шекер және де тұз қажет болады. Ең алдымен ұнымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Менде ситодан өткізілген ұн. Оның үстіне шым-шым тұзымызды және де қантымызды саламыз. Дрожжи саламыз. Осы құрғақ ингредиенттерді жақсылап бірінші араластырамыз. Онан соң осылай ойық жасап, бір жұмыртқаны саламыз. Және де сүтімізді құйып, қамырымызды илеп бастаймыз. Бөліп қоямыз сүтімізді. Енді біркелкі масса түзіліп бастаған кезінде ең соңында осындай сары майымызды саламыз. Жылы бөлме температурасындағы сары май. Оны қосып 3-4 минут көлемінде жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз біркелкі формаға келу қажет. Осы видеодағыдай жұмсақ болу қажет. Қатты қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу қажет. Оның бетін жабып, 1,5-1 сағат көлемінде жылы жерге қойып, толықтай көтерілгенін күтеміз. Мінекей, енді менде қамырым көтерілді, өте әдемі болып көтерілді 2 есе. Енді столымыздың үстіне ұнымызды салып, осы қамырымызды жайып бастаймыз. Ұнды сеуіп жіберіңіздер, қажет болса қатты көп емес, бірақ шамалы болсын, ұнды себілсін. Сонда қолымызға жабыспайды. Енді ары қарай қамырымызды осы оқтаумен шамалы жайып аламыз. Қатты жұқа болмау қажет. Видеода көрсетілгендей шамамен жасасаңыздар болады. Мінекей,
0,5 яғни жарты сантиметр көлеміндегі қалыңдықта жайылуы қажет. Енді оны мен кесенің көмегімен кесіп алдым. Дөңгелек қандай да бір ыңғайлы формаңыз болса, сонымен кесіп алсаңыз болады. Және де ортасына да осындай форманың тесігімен жасап алдым. Осылай әдемі формада шықты. Қалған қамырларды да тағы да жайып, істеп осылай пончиктерді жасап аламын. 15 минутқа көтерілуге қоямын. Мұнда менде пісірілу процесін көрсетіп жатырмын. Майым сұйық май қызған болу қажет, бірақ оттың асты өте жай мөлшерде ғана тұру керек. Қызып тұрған майға осылай пончиктарымызды саламыз, және де оттың асты минималды аз мөлшерде тұру қажет. Күйіп кетпейтіндей жақсы болу қажет. Неге енді бір жағы сарғайып пісіп шықты, енді екінші жағын аударып жатырмын. Өте әдемі болып пісіп шығады. Енді оларды алып құрғатамыз, яғни қағаздың үстіне қойсаңыздар болады. Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алда өте дәмді ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Пончиктарым осылай толықтай суыды. Енді әрі қарай шоколадымызды дайындаймыз. Менде қарапайым молочный шоколад. Оны осылай водяной баняда ертіп алатын боламын. Водяной баня дегеніміз, яғни ыстық судың үстіне осылай шоколадымызды қоямыз да 3-4 минут көлемінде қайнатып аламыз. Осылай шоколадым еріп шықты. Жақсылап оны араластырамыз. Онан соң толықтай суыған пончикқа осы пончиктарымызды шоколадымызға аунатып алатын боламыз. Мінекей өте әдемі дәмді болып шығады, қыздар. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан-ақ шығады. Осылай шықты. Енді әрі қарай екінші ретте жасап жатқанымды көрсетіп жатырмын толықтай. Мінекей барлығы да осылай шықты. Енді бетіне әсемдік ретінде тағы да осылай грецкий орехты жақсылап ұсақтап турап салып жіберсеңіздер болады. Болмаса ақ шоколад болса, ақ шоколадпен де жасауларыңызға болады әдемілеп. Әркімнің енді фантазиясы да байланысты ғой ол. Енді әрі қарай осы шоколадымыздың үстіне себіп шығамыз. Барлығына осылай себіп шықтым. Енді көрсеңіздер өте дәмді. Жасап көріңіздерші, қыздар. Өте дәмді, күшті болып шығады. Жып-жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Мінекей мендегі тістелген кездегі түрі. Мінекей іші толықтай піскен, шоколадымен өте дәмді болады. Ас болсын. Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін сіздермен өте оңай, қарапайым жолмен жасалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Жасап көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге қажетті заттар өте қарапайым: ұн, сұйық май, қант, тұз, разрыхлитель, жұмыртқа және сүт қажет болады. Грамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға осылай 4 жұмыртқамызды саламыз. Онан соң үстінен қант және де шым-шым тұзды салатын боламыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Мен бастапқы уақытта осылай венчикпен араластырдым.
Онан соң осылай миксермен жақсылап көпіртіп алған болатынмын. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Көпіршіктеніп, осылай күшті болып көпіріп тұруы қажет. Осылай көпірген соң, оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Және де бөлме температурасында тұрған сүтімізді құямыз. Сүтті жылыту міндетті емес, оларды осылай жақсылап араластырамыз. Онан соң үстінен лимон шырынын салдым. Бұл өз қалауларыңыз, салмасаңыздар да болады. Онан соң үстінен осылай ұнымызды және де разрыхлителімізді салып, електен өткізетін боламыз. Електен өткізген міндетті, өйткені електен өткізсеңіз осылай үрпиіп, күшті болып тұратын болады пирогыңыз. Неге енді оларды жақсылап араластырамыз. Ешқандай ірімтік болмауы қажет, толықтай біркелкі масса болып түзіліп шығуы қажет. Неге менде дайын. Енді оның үстінен изюм саламын, яғни мейіз. Салмасаңыздар да болады. Бірақ осылай мейізбен өте қатты ұнады маған дәмі. Және де грек жаңғағын бетіне себетін боламыз. Массамыз дайын. Енді протеинімізді дайындаймыз. Бұл жерде мен протеинге ешқандай қағаз төсемедім, сондықтан тек қана сары май жағып алған болатынмын. Бұл 30 сантиметрлік протеин, яғни үлкендігі үлкен. Осылай үлкен етіп өз отбасыларыңызға дайындай берсеңіздер болады. Неге енді оны құйып, пирогымызды салдық, онан соң үстінен грек жаңғақтарын себіп шығатын боламыз. Және де бұл пирогымызды қысып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында қызартып пісіріп аламыз. Піскен соң осылай тіс шұқығышпен, яғни осылай тексеріп алсаңыздар болады. Толықтай құрғақ шықса піскен деген сөз. Енді оның кішкене болсын суытамыз. Суыған соң ғана үстінен сахар ұнтағын, яғни қант ұнтағын себеміз. Әдемі болып тұруы үшін. Онан соң осылай кесіп ұсына берсек болады. Неге мен кесіп көрсетіп жатырмын сіздерге. Мінеке пирогымыз осылай дайын, күшті болып көтеріліп пісіп шыққан. Енді дәмін де көрсек болады. Мінеке шанышқымызбен көріп жатырмын. Дәмі деген өте керемет болып шыққан. Осы рецептпен толықтай жасап көріңіздер. Толықтай тексерілген рецепт. Грамдарын нақтылап жасасаңыздар, сіздерде де дәл осылай шығады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Маратова Индира. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуіңізді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай рецептерді жасайын, соны да ұсыныс ретінде жазып кетсеңіздер, өте қатты қуанышты боламын. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақтың қараңыздар, мінеке өте жұмсақ, дәмді түрік елінің нанын, яғни осындай лепешканы дайындайтын боламыз. Мінеке іштері толықтай пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттардың барлық грамдарын астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ыдысымызға сүтімізді және де жылы суымызды, қантымызды қосамыз. Және де тұзымызды саламыз. Сұйық май және ашытқымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шекеріміз кішкене еріп, дрожжымызда шамалы араласуы қажет. Апара болуы шарт емес, осылай араластырып ертсеңіздер болды. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды біртіндеп саламыз.
бастапқы уақытта мен осылай қасықпен араластырамын. Онан соң қолмен қамырымды илеймін. Неге қолмен илеп бастаймыз. Шамамен 4 минут, 5 минут шамасында иін қандырып, әдемілеп илеп алыңыздар. Неге қамырым өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шықты. Енді оны көтерілуі үшін 1 сағатқа қоямыз, жылы жерге қоямыз. Неге 1 сағаттан соң қамырым өте күшті болып көтерілген. Қолыңызды сұйық маймен мойлап жіберсеңіз болады осы кезеңде. Онан соң қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Жұмсақ қараңыздар, өте күшті болып шығады. Неге осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Жұмсақтығы өте күшті, антистресс деп айтады ғой. Сол сияқты. Енді ыдысымызға, яғни пергамент қағазын төсеп, противенімізге саламыз қамырымызды. Қолымызбен осылай жайып шығамыз. Біркелкі формада біртіндеп жайып шығамыз. Неге жайып болдым. Енді оны демалу үшін, тағы да көтерілу үшін 15 минутқа жылы жерге қоямын. 15 минут уақыт өтті. Енді жұмыртқаның сары уызымен 1 ас қасық сүтті араластырамын. Және де қолымның көмегімен осындай формаға келтіретін боламын. Видеода көрсетілгендей етіп басып шығасыздар. Сонда қамырларыңыз көтеріліп кетпей, өте әдемі болып біркелкі формада пісіп шығатын болады. Неге жасап болдым. Енді жандарында жұмыртқалы массамен жағып шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша бетіне кунжутпен, ақ кунжут немесе қара кунжутпен сепсеңіздер болады. Мен ақ кунжутты септім. Неге 180 градуста 25 минут шамасында пісіріп алдым. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі. Сондықтан кішкене байқап, қарап тұрыңыздар. Мынау екінші наным. Екеуі де өте әдемі, күшті болып көтеріліп пісіп шықты. Неге тағы да жұмсақтығын көрсетейін. Өте күшті, жұмсақ болып шықты. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп алып, лайк басып, комментарий жазып, ұсыныстарыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Қандай рецептерді менен күтесіздер. Және де сіздермен бірге болған Индира қыздарыңыз ас болсын. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, үлпілдеп тұратын пирожки с картошкой дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: жылы су, жылы сүт, ұн, 1 дана жұмыртқаның ақ уызы, сары май, ашытқы, тұз және қант қажет болады. Грамдарын описание бөлімінде төменде жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Онан соң ашытқы, тұз және де қантымызды салатын боламыз. Бұл жерде температурасы жылы болуы маңызды, қатты ыстықта болмауы қажет. Және де үстінен жұмыртқамыздың ақ уызын салатын боламыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Және де үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Мен осылай барынша електен өткізіп 2-3 бөлікке бөліп, осылай қамырымды илеп алатын боламын. Мінекей қамырым иленді. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды осылай
қойып жақсылап қамырымызды илейміз. Осы сары май салынған соң қамырымыз біркелкі әдемі формада иленуі қажет. Шамамен 3-4 минут шамасында илесеңіздер дайын болып қалады. Мінекей қамырым дайын. Енді оның үстінен кішкене сұйық май себелеймін, жеңіл көтерілуі үшін. Және де бетін жабып 1 сағатқа жылы жерге қоятын боламын. Сол аралықта начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде картоп, оларды орташа көлемде кесіп алатын боламын. Барлығын кесіп алдым, үстінен суымызды құйып, осылай орташа отта пісіріп аламыз. Енді жуаны да жақсылап, ұсақтап, 4 бұрышты етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Онан соң оны қызып тұрған сұйық майды, яғни 3-4 ас қасық сұйық май қостым, және де осы бір дәні жуамызды жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Оттың астын орташадан сәл төменірек етіп қойсаңыздар болады. Мінекей менікі дайын болды, енді оны аламыз. Картошкамда пісіп тұр, оларды да суынан ажатып, тек қана картошканың өзін осылай ыдысымызға саламыз. Және де осы жуамызды қосамыз маймен бірге. Және де дәміне қарай тұз, өз қалауыңыз бойынша қара бұрыш приправасын қосатын боламыз. Оларды жақсылап осылай пюре етіп езіп алатын боламыз. Мінекей дайын болды пюрем. Енді қамырым көтеріліп тұр, 1 сағат өтті, өте күшті болып көтеріліп тұр. Енді оны осылай кішкене сұйық май құямыз, себеміз де әрі қарай үстеліміздің үстінде біркелкі формаға келтіреміз. Бұл қамырды мен бірдей етіп 16 бөлікке бөлдім. Сонда 16 дана пирожке дайын болатын болады. Неге оларды дөңгелектеп бірдей формаға келтіреміз. Және де осылай жаю барысында осылай пакетпен жабып қойсаңыздар болады. Енді қамырымды осылай жайып алатын боламын, видеода көрсетілгендей етіп. Және де оның үстінен салмамызды салатын боламыз. Мен шамамен 1,5 ас қасық көлеміндегі салманы салатын боламын. Оларды жақсылап ауыздарын біріктіріп, осылай түйіп шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, өте оңай, және де осылай противенімізге салатын боламыз. Неге қамырымызды осылай жайып шығамыз, тағы да көрсетейін. Және де осылай салмасын саламыз. Жақсылап аузын түйіп, осылай біркелкі етіп түйіп шықтым. Енді осылай пергамент қағазы төселген противенге салып, оны тағы да көтерілуі үшін 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. Бетін жабу міндетті, сол кезде жақсы көтерілетін болады. Уақыт өтті, енді бұл жерде менде жұмыртқаның сары уызы және де 1 ас қасық сүтті араластырып, бетінен жағатын боламын. Барлық бөлігіне жеткізіп, жағып шығыңыздар. Мінекей дайын. Енді бұны 200 градуста 20-25 минут шамасында духовкада пісіріп алатын боламын. Мінекей пирожкем дайын болды. Енді иісі өте керемет, иісі деген шығып тұр. Дәмі де өте күшті болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіз. Маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Каналымнан тағы да қандай рецептерді күтесіз, соны да комментарий бөлімінде жазып кетіңіз. Мінекей кескен кезінде де толықтай пісіп, өте дәмді болып шықты.
жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ас болсын. Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сосиску тесте дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең қажетті заттар: ұн, жылы су, жылы сүт, жұмыртқаның ақ уызы, сары май, тұз, қант және ашытқы қажет болады. Грамдарын описание бөлімінде толық жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, жылы суымызды құямыз және де ашытқы, тұз, қантты қосатын боламыз. Және оларды жақсылап араластырамыз. Үстіне ақ уызды саламыз, жұмыртқаның. Сары уызын бетіне жағу үшін алып қоямыз. Және де ұнымызды саламыз. Онды електен өткізіп салу міндетті. Сол кезде қамырларыңыз өте әдемі болып, үлпілдек болып пісетін болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, 2-3 бөлікке бөліп, ұндарыңызды қосыңыздар. Мінекей қамырым дайын болып қалды. Енді оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап қамырымызды иін қандырып илейтін боламыз. Шамамен бұл 4-5 минут уақытты алуы мүмкін, сондықтан жақсылап илеңіздер. Жақсы иленуі бұл қамырдың көтерілуіне әсер ететін болады. Мінекей қамырымды илеп болдым. Енді бұны көтерілуі үшін кішкене сұйық май жағамыз. Және де бетін жабып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Мінекей, менде 1 сағат өтті, қамырым күшті болып көтерілді. Енді осы үстеліміздің үстіне сұйық май себеміз және де қамырымызды 2 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырымды аламын және де оны жақсылап жұқалап жайып шығатын боламын. Бастапқы уақытта осылай саусақпен ыңғайға келтіреміз. Онан соң оқтауымызбен жая береміз. Менде осындай оқтау ашытылған қамырлар үшін өте ыңғайлы. Осылай 4 бұрышты етіп жайып шығатын боламын. Енді оларды 1,5 сантиметр көлемінде кесіп аламыз. Және де кесіп болған соң осы сосискемізді дайындаймыз, яғни шұжықтарымызды дайындаймыз. Оларды сыртынан алып тастаймыз қабықтарынан. Және де дайындап қоятын боламыз. Мінекей, менің қамырым дайын, шұжығым да дайын тұр. Енді осы бір лентаны аламыз да, осылай айналдыра отырып, бекітіп, жақсылап осы қамырымызбен орайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, артық, яғни жетпей жатқан болса, кішкене жалғастырып жібере берсеңіздер болады. Мінекей, өте әдемі болып тұр. Тағы да екіншісін көрсетейін. Тек қиғаштап, кішкене ғана қиғаштап, бір-бірімен орайтын боламыз. Енді бұларды осылай пергамент қағазына қоямыз да, көтерілуі үшін бетін жабып, тағы да 20 минутқа қоямыз. Сол кезде өте әдемі болып пышный болады. Енді бетіне жағу үшін жұмыртқаның сары уызы және де 1 ас қасық сүтті қосып араластырамыз. Мінекей, күшті болып көтеріліп тұр қамырымыз. Енді пісіруге дайын. Үстінен қатты баспай, жұмыртқалы смесімізді, яғни қоспамызды осы жағып шығатын боламыз. Бұларды 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан байқап, қарап тұрыңыздар. Мінекей, әдемі болып пісіп шықты. Енді оларды кесіп те көрсетейін. Мынаңыз пышный болып тұр. Мінекей, дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіз. Маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира.
Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, сырты қытырлап тұратын чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз начинкасын дайындаймыз. Яғни бұл жерде мен картошканы пайдаланамын. Оны жуып, тазалап, осылай орташа көлемде турап, ыдысымызға салып пісіретін боламыз. Осылай картошкаларымызды кесіп, үстінен суын құйып, қайнатып, пісіріп аламыз. Енді сол аралықта қамырын дайындаймыз. Бұл жерде ыстық су, ұн, сұйық май, тұз және қант қажет болады. Грамдары описание бөлімінде жазылған. Өте маңыздысы осындай ыстық су болуы қажет. Сол кезде қытырлап тұратын қамыр шығатын болады. Ыстық судың үстіне тұз, қант, сұйық майымызды құямыз және оларды жақсылап араластырамыз. Онан соң үстінен електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Осылай мен секілді етіп қасықпен жақсылап қамырыңызды илеп араластырып алыңыздар. Онан соң осылай қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Және де осылай басы бірігіп бастаған кезде мен үстелдің үстінде жақсылап біріктіріп қамырымды илеп алатын боламын. Осылай мыжғылап отырып, жақсылап иін қандырып қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымды илеп болдым. Енді оны демалуы үшін осылай салафанға салып 5-10 минутқа қоя тұрамын. Сол аралықта осы начинкамызға жуамызды да турап аламыз. Яғни ұсақтап, төртбұрышты етіп турап алсаңыздар болады. Оны осылай ыдысымызда қуырып алатын боламыз. Яғни сковородкаға 2-3 ас қасық көлеміндегі сұйық майды құямыз және де жуамызды салып, қызартып қуырып аламыз. Осы демалған қамырымызды аламыз және де оны бірдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Оларды жақсылап қайырып, осындай қамырымызды дайындап аламыз. 2 зуалы болуы қажет. Енді оны тағы да 5 минутқа қоямыз. Енді картошкамыз толықтай пісті. Оны осылай ыдысымызға саламыз. Оның үстінен тұзымызды саламыз және де өз қалауыңыз бойынша қара бұрыш салсаңыз болады. Және де осы қуырылған жуамызды салатын боламыз. Осы заттарымыздың барлығын жақсылап есіп алатын боламыз. Мен де осылай пюре есетінмен есіп алатын боламын. Біркелкі масса болғанша жақсылап есеміз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Осылай бір бөлігін алып, жақсылап бастапқы уақытта ұнды саламыз. Жақсылап қамырымызды жұқалап, жайып алатын боламыз. Мінекей жайып болдым. Оларды бірдей етіп, осындай кішкене көлемдегі дөңгелектермен кесіп алатын боламын. Бұл шай кесенің көлеміндегі дөңгелек форма. Осылай барлығын әдемілеп кесіп алатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша төртбұрышты етіп те жасауларыңызға болады. Маған осылай ұнайды, барлығын дөңгелектеп жасап алатын боламын. Онан соң осы салмамызды да салып шығамыз. Жарты бөлігіне салсаңыздар жарайды. Қатты көп болса да ол кейін жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан осы видеода көрсетілгендей етіп салып шықсаңыздар болады. Барлығын салып болған соң осылай түйіп шығамыз видеода көрсетілгендей етіп. Және де түйіп болған соң жан-жағына осылай шанышқымен әдемілеп ою салсаңыздар болады, мен секілді етіп. Онан соң мен сарайда осылай қуырып аламын. Сұйық майымызды қыздырып қойып, осы чебурекиларымызды салып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Менде бұл жерде жаздық кухня. Қатты мән бермеңіздер артқы фонға. Осылай әдемілеп барынша қызартып,
күшті қылып қорытып аламыз. Оттың асты орташа болып тұруы қажет. Мінекей, енді мен оларды осылай ыдысымда дайындап қойдым, яғни қағаз сөлкіні қойып, майын сырғыту мақсатында осылай пісіріп алатын боламыз барлығын. Тағы да көрсетейін процесті жақындатып. Әдемі болып қызарып шығып жатыр. Оларды сүзіп, осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Мінекей, толықтай чебуреки дайын, сырттары қытырлақ болып толықтай пісіп шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін қойып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді құймақтың рецептімен бөлісемін. Көктемгі кезде өте дәмді болады, яғни ас көктен дайындалатын құймақ. Сондықтан видеоны толықтай қарап, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осы жұмыртқамызға қант саламыз, яғни 3 дана жұмыртқа және 2 ас қасық қант, шым тұз саламыз және де оларды жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Миксер міндетті емес. Мінекей, жақсылап араластырып алдым. Енді оның үстінен 300 мл көлеміндегі сүтімізді құямыз. Және де ұнымызды салатын боламыз. ұн және де ас содасы бұл жерде көрсетілген. Екеуін жақсылап араластырамыз. 2 бөлікке бөліп, осылай салғандарыңыз дұрыс болады. Біріншісін жақсылап араластырып алдық. Енді екінші бөлігіндегі ұнды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде ешқандай комок, яғни түйірлер болмауы қажет. Және де үстінен 200 мл көлеміндегі ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Онан соң бірден араластыру керек, яғни жақсылап араластырамыз. Көпіршіктеніп, күшті болып массамыз дайын болды. Және де оның үстінен 3 ас қасық көлеміндегі сұйық майымызды құямыз. Енді бұл өз қалауларыңыз, салмасаңыздар да қарапайым құймақ ретінде пісірсеңіздер де болады. Бірақ осылай ас көкпен және де сырмен, яғни ірімшікпен өте дәмді, ерекше құймақты жасасаңыздар өте күшті болып шығады, дәмі деген. Оларды жақсылап араластырамыз. Мінекей, көктемгі кезде бір өте күшті, бір дәмді қалап тұратын кезде осы құймақты жасасаңыздар керемет болып шығады. Енді осылай табамызды аламыз. Оттың астын орташадан сәл төменірек қылып қоямыз. Мінекей, құрғақ таба, ешқандай сұйық май, ештеңе құйған жоқпын. Осылай біртіндеп жайып шығатын боламыз, бір тегістетіп. Енді оны кішкене қызартып болған соң екінші бетіне ауыстырамыз. Мінекей, бірінші құймағымның өзі осылай өте әдемі болып пісіп жатыр. Ешқандай шапыспайды, өте күшті болып шығады. Енді оларды осылай ыдысымызға салып қоямыз. Тағы да екіншісінде пісіруді көрсетейін. Мінекей, оны құйып аламыз алдымен ыдысымызға. Бір тегіс етіп құйып шығыңыздар барынша. Шұқалап, сол кезде өте дәмді әрі әдемі болып көрінетін болады. Енді екінші бетін қызартып болған соң ауыстырдым.
өте күшті болып барлығы пісіп шығып жатыр. Осы рецептпен жасап, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей мен осы құймағымды қаймақпен бірге ұсынған болатынмын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Тағы да қандай рецепттердің видеосын күтесіздер, соны да комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді таңғы астың түрін дайындаймыз. Енді өте дәмді болып шығады, сыры еріп, ал өзі қытырлақ болып шығады. Сондықтан видеоны толықтай қараңыздар. Маған лайк басып, подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар, яғни осындай лаваштың түрі қажет болады, лепешки, және де жұмыртқа, сыр, помидор қажет болады. Ең алдымен осы қызанағымызды жақсылап, жұқалап, турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелектеп, жұқалап, турап шығыңыздар. Онан соң үш жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз саламыз, және де оны араластырамыз. Мінекей жұмыртқалы массамыз дайын. Енді табамызды отқа қоямыз, қыздырып аламыз, және де үстінен сұйық майымызды себелейміз. Онан соң осы жұмыртқалы массамызды саламыз. Оттың астын орташадан сәл төменірек қойыңыздар. Қатты күйіп кетпеуі қажет. Неге жұмыртқамызды құйдық, онан соң үстінен осы лавашымызды саламыз. Және де 1-2 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Арасында ашып, қарап тұрсаңыздар болады. Араластырып көрсеңіздер. Неге менікі әлі дайын емес, кішкене жұмыртқалы масса формасын ұстауы қажет. Тағы да жабып қоямыз. Неге енді дайын, жұмыртқалы массамыз өзіндік формасын ұстап бастаған. Сол кезде ғана екінші бетіне ауыстыратын боламыз. Енді ауыстырамыз да тағы да 1-2 минутқа да онда қоямыз. Екі жағы да қызарып, дәмді болып дайын тұр. Енді үстінен ірімшігімізді саламыз. Менде үкіштен өткізілген қатты ірімшік. Оның үстінен помидорымызды саламыз, және де тағы да ірімшігімізді саламыз. Және де екі жағынан тағы да кішкене қызартып аламыз. Осылай сырымыз толықтай кішкене еріп, өзіндік күшті түрі болу қажет. Неге дайын, енді оны кесіп көрсетемін. Кескен кездің өзіне қараңыздаршы, даусын. Өте күшті болып қытырлап тұр сырты, ал іші жұмсақ болып пісті. Неге енді ыдысымызға салып ұсына беруге болады. Дайын тұр, сыры өте күшті болып еріп тұр, қыздар, байқасаңыздар. Осылай жасап көріңіздер, дәмін көрейік. Дәмі енді өте күшті, қыздар. Сырты қытырлап, ал іші жұмсақ болып тұр. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Индира қыздарыңыз. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай сүзбелі бәліш дайындаймыз. Яғни творожный пирог. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл пирогтың дәмділігі соншалықты, мен бірден 2 бөлігін жеп қойдым. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар өте қарапайым: ұн, разрыхлитель, жұмыртқа, қант және сары май қажет болады. Грамдары описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен осы ұнымыз бен разрыхлительді жақсылап араластырамыз, және де електен өткізіп алатын боламыз. Онан соң оның үстіне қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз, және де жұмыртқаны, сары майымызды салатын боламыз. Оларды жақсылап араластырып, біріктіріп, қамырымызды илейміз. Шамамен қамыр илеу процесі 3-4 минут уақытты алады. Жақсылап тездетіп илеңіздер. Мінекей менде дайын болып қалды қамырым.
Енді бұл қамырды начинкасын дайындаймын дегенше, яғни 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сағафанға салып. Онан соң біз начинкасы, яғни творог, яғни сүзбе қажет магазиндікі, қаймақ, қант және жұмыртқа. Олардың грамдары описание бөлімінде жазылған. Осы видеода көрсетілгендей өте дәмді және дәмді сүзбені пайдаланыңыздар. Онан соң оның үстінен қантымызды саламыз. Және де қаймағымызды саламыз. Және де 2 дана жұмыртқамызды салатын боламыз. Бұлардың барлығын блендерді араластырып аламын. Сіздерде погружной блендер болса, яғни қолға жасап істелінетін, соны да пайдалансаңыздар болады. Мінекей араластырдым, біркелкі масса болып шықты. Енді осылай дайын түрі. Осындай масса болып шығу қажет сіздерде де. Енді формамызға дайындаймыз. Бұл жерде менде 24 сантиметрлік форма, оның астына пергамент қағазын төседім, және де қамырымды осылай қолмен жайып шыққан болатынмын. Қамыр өте жұмсақ, жұмыс жасауға өте ыңғайлы, сондықтан қолмен жайып шықсаңыздар болады. Және де осылай бортиктарын жасап шығамыз. 1,5-2 сантиметр көлемінде биіктетіп шығамыз. Мінекей менде дайын. Осылай дайындап шықсаңыздар болады, біркелкі етіп. Онан соң осы начинкамызды үстінен құятын боламыз. Духовкамызды қыздырып қоямыз. Менде 200 градуста қызып тұр. 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Байқап тұрыңыздар. Мінекей менде пісіп шыққан кезеңі осылай кішкене көтеріліп тұрады. Оны бөлме температурасына дейін толықтай суытамыз. Бөлме температурасына суыған соң тоңазытқышқа тағы да 2 сағат салсаңыз өте күшті болып шығады. Мінекей мен түнде дайындап таңертеңгі уақыт кесіп алдым. Формадан да өте оңай шығатын болады. Енді оларды кесетін боламын. Мінекей кесіп жатырмын пирогымды. Күшті болып шықты. Мінекей өз формасын ұстап тұр, біркелкі болып. Енді оны ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Мінекей мен жеп көремін бірінші өзім. Енді түрінен де өте қатты ұнап тұр маған. Дәмі енді өте керемет қыздар. Осы қарапайым ғана заттарды пайдаланып, өте күшті пирог дайындауға болады. Мен бірден 2 порциясын жеп алдым бұл жерде уже. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге Маратова Индира. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай 2025 жылғы хит пирогты дайындаймыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Ешқандай ағып кетпейді, жарылып кетпейді. Сондықтан осы рецептпен жасап көріңіз. Және де менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең қажетті заттарымыз ұн, қант, какао, қамыр қопсытқыш, сары май және де жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен осы құрғақ ингредиенттерді, яғни ұнды, какаоны және де қамыр қопсытқышымызды електен өткізіп алатын боламыз. Електен өткізіп болған соң оларды жақсылап араластырамыз, және де үстіне 1 дана жұмыртқамызды, және де қантымызды, сары майымызды салып, жақсылап қамырымызды елеп алатын боламыз. Шамамен 4-5 минут уақыт аралығында еленіп дайын болатын болады. Мінекей қамырымды елеп болдым. Енді оны салфанға салып тоңазытқышқа қоя тұрамын. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Бұл жерде қаймақ, қоюлатылған сүт, жұмыртқа,
кукуруз крахмалы және де орео печеньесі қажет болады. Ең алдымен осы қаймағымызды ыдысымызға саламыз. Менде қаймақ 20% магазиннің қаймағы. Онан соң қоюлатылған сүтті пайдаланамыз. Оларды да саламыз. Онан соң үстінен тағы да 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Кукуруз крахмалын саламыз. Кукуруз крахмалы болуы міндетті. Ол болмаса бұл жерде пирогымыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сондықтан кукуруз крахмалын белгіленген мөлшерде ғана салыңыздар. Оларды жақсылап араластырамыз. Біркелкі форма болуы қажет. Мінекей видеода көрсетілгендей болып дайын болуы қажет. Онан соң менде 10 дана орео печеньесі, яғни 5 данасын осылай турап, яғни кесіп салатын боламын, ал 5 данасын бетіне әрлеу үшін алып қойдым. Мінекей дайын. Оларды осы массамызға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қамырымызды жаямыз, яғни осы қамырымды тоңазытқыштан алдым, ыдысымна пирогмен қағазын төседім, осылай қолымызбен жайып шығатын боламыз. Жұмсақ қамыр болғандықтан кішкене жабысуы мүмкін, сондықтан жақсылап жайып шығуға тырысыңыздар. Мінекей астыңғы қабатын жайдым, енді жан жағына осылай шеттерін жайып шығатын боламын. Біркелкі осылай пирогқа форманы жасайтын боламыз. Менде бұл жерде 24 сантиметрлік форма. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да форма түрлерін қолдануыңызға болады. Мінекей қамырым дайын болды. Енді үстінен осы салмасын саламыз. Мінекей салмасын салған соңда осылай жан-жағын реттеп қойып жібереміз. Печеньелер бір жерде тұрып қалмауы керек. Және де осы бүтіндей орео печеньелерінде әдемілеп қойып шығатын боламыз. Мен 5 дана печеньені пайдаландым. Және де пирогымызды 200 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан байқап, қарап тұрыңыздар. Піскен уақыты мінекей кішкене көтеріліп тұрады. Онан соң оны толықтай суытамыз, және де тоңазытқышта 1-2 сағат ұстаңыздар. Сонда осындай өте дәмді, әдемі формасын ұстайтын болады. Мінекей кесіп жатқан кезіндегі видео бұл жерде. Енді чизкейктерден кем қалмайды деп толықтай айта аламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай өте дәмді рецепттермен бөлісуге мен барлық уақытта дайынмын. Мінекей күшті болып, өз формасын ұстап, дайын болды. Осылай ауызашарға болсын, күнделікті шайға болсын, өте дәмді етіп пирогты жасай берулеріңізге болады. Дәмі енді чизкейктерден, торттардан ешқандай кемшілігі жоқ. Сондықтан жасап көріңіз. Мінекей мен дастарханыма осылай, тағы да медовик торты мен де ұсынған болатынмын. Медовиктің да рецептісі каналыма шығады, сондықтан маған подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маратова Индира.